адалдық сағатымызды өз еңбектері арқылы адалдықты мұра еткен ұлы Абай атамызға арнаймыз. Жалпы, ұлы ақынның әдеби мұрасын халық жадында мәңгі сақтап қалу бізге берілген ең үлкен аманаттың бірі. Адалдық өмірінде керек нәрсе. Ол да гүлдеп, нұрланар көңіл бөлсе, халыққа өз пайдасын тигізе алмай, адам болып өзін-өзі меңгермесе. Білім мен өнерді сүй, сусында, деп айсын ел осында ер тусында. Арың адал, әділ болсаң әрқашан, дүниенің бар бақыты уысыңда. Түспегені абзал ғой арқадақтың, кейін кешпе түнде шаршар қанаттың. Адал адам әрқашан еңсесі тік, әділдікті ту еткін қолғанатын. Абай өз шығармаларында елдің ел болуына, халықтың өзін-өз тәрбиелеуіне, қоғамның кертартпа әдептеріне арылуына байланысты деп білген. Абай айтқандай 5 асыл істің бірі еңбек. Ұлы ақын елді ел, адамды адам ететін тек еңбек деп біледі. Адал еңбек пен адал еңбек ететіндер қашанда бағаланатыны анық. Адалдық адам мінезіндегі бағалы қасиет, жеке тұлғаның сана сезіміне, ар-ұжданына қайшы келмейтін, халықтың мақсат мүддесін көздейтін, тарихи шындықпен, прогреспен ұштасып жататын іс-әрекеттер. Алдау қоспау, адал еңбегін сатқан, қолы өнерлі қазақтың әулиесі сол, дейді Абай. Қоғамның дамуына сәйкес әрбір адамның өнегелі тәрбиесіне, оқып білім алуы мен адал еңбектенуі процесінде қалыптасады. Адалдық жеке тұлғалар мен адамдардың абыройын атаған, арттыратын ізгі қасиет. Шәкәрім қажы адалдық турасында мақтан үшін мал жима, жан үшін жи. Ғибадат пенен адалдық ар үшін жи деп, бақыттың өзі адалдыққа негізделетінін айта келіп, адалдықтың ар бөліміне қатысына да ерекше көңіл бөледі. Адалдық қорғау қажеттігін, ол үшін адам бойындағы асыл қасиеттерінің бірлікте болуын ашып көрсетеді. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге, военный қызмет іздеме, оқалы киім киюге, бос мақтанға салынып бекер көкірек керуге, қызмет қылма оязға, жанбай жатып сөнуге, қалай сабыр қыласың, жазықсыз күнде сөгуге. Өнерсіздің қылығы тура сөзін айта алмай, қитетуге баталмай, қорлық пенен шіруге. Аз ақшаға жалданып, 15 іске алданып, жол табалмай жүруге. Алыста болса іздеп тап, карин ойға кіруге, талапты ерге нұр жауар жүріп өмір сүруге. Я байларға қызмет қыл, ерінбей шауып желуге. Адал жүріп, адал тұры шотың тура келуге. Жаныңа жақсы соңынан жалқауланбай еруге. Қисық болса закон бар судьяға беруге. Ол да аязной емес қой, алуға теңдік сенуге. Өз бетіңмен тәуекел, занимайся прямотой. Жеңіл көрме бек көрек, оған да ғылым, оған да ой, қалайынша қайда енуге. Абай, егер еңбегің елдің қажетіне, жердің қамына жұмсалмаса, ол еңбекте шын еңбек болмақ емес деп білген. Ол сондықтан да өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың, адамшылықтың қарызына еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың, дейді. Адал жүріп, адал тұр есебін тура келуге, жан жақсы соңынан жалқауланбай еруге. 5 нәрсен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, өтірік өсек мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 асыл іс көнсе. Абай халықтың болашағы жастардың қолында деп білді. Өз өлеңдерінде көбіне соларға арнады. Талапты ерге нұр жауар, еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей. Әуелі өнер ізделік қолдан келсе, ең болмаса еңбекпен мал табалық деп, өнер іздеуге, адал еңбек етуге шақырады. Құрметті жастар, егемен еліміздің болашағы өздерің секілді бәсекеге қабілетті жастардың қолында. Сіздер алған озық білім, терең тәрбие өздерің үшін ғана емес, ел мерейін үстем ету үшін маңызды. Ол үшін біздің жастар адалдық пен тазалық, парасаттылық, жауапкершілік, патриоттық сынды қасиеттермен сусындауы тиіс.
Адалдық адам бойындағы асыл қасиет. Өз ісіне адал болу әрбір адамның парызы. Мен Нышанбек Ұлдана, Қарағанды технология және сервис колледжінің студентімін. Адалдық менің таңдауым атты челленджді шет агротехникалық колледждікке жолдаймын.